қайнаға қайынса қайырымды жақсы келін болсын. Иә. Бәріңізді осындай қыз ұзатқа келін алған тойға жеткізсін. Мына жаңа жылда осындай той көп болсын. Басымыз аман, еліміз сау болсын, еліміз тыныш болсын. Той қыласын. Ассалаумағалейкум тойшы қауым. Міне бүгін жаңа жыл деп келді батыр. Жаңа жылдың ішінде міне Қожа Ахмет ініміздің үйіне келін келіп батырыпты. Лабақ атамыздың несіне бір шаңырақ қосылып батырыпты. Құдайым бақытты болсын, дәулетті болсын, несібелі болсын. Алла Қожа Ахмет келін құтты болсын, айналайын тойларың. Тойың той қыласын. Құдайым сол барлық уақытта жақсы күндерің көп болып, бізге ерген ол қыздарың аман болып, солардың қуанышына, немеренің, шөберенің қуанышына бөлініп жүре берің. Я жаратқан ием Алла, мына жайған дастарханың барлық уақытта жақсы күнге бұйырып тойға жайыле берсін. Ал міне келіннің аяғынан, шопанның таяғынан дегендей ағам айтқандай жаңағы мына келіннің қызметі бұйырсын бәршімізге да. Құдайым сол екі жаққа келіннің де баланың да қызметтері бұйырып, сол екі ортадағы алтын көпірлерін құтты болсын. Алла төрден алған орындарын құтты болсын. Сол тойларың тойласа берсін. Алла ұзағына берсін жаным. Аман болың. Ассалаумағалейкум, құрметті тойға жиылған халайық. Бүгін Ақтүйенің тарының жарылып, бір баламыз екі бала. Жылдарың құтты болсын, аманшылық болсын. Ал құрметті Қожа Ахмет ақсақал, Роза жеңгеміз, қуаныштарыңыз ұлағынан болсын. Елді жинап, алдарға батасын алайын деп жатыр екенсіз. Күні өссін, жапырақ жайылсын. Ол болып, елдің перзенттері болып, өне өсе берген. Құрметті тойшы қауым, барлығыңызға той тілеп Бүгін аға, önümüzдің қорас өнелер, екі жас бақытты болсын деп біз өмірлі шүгірлі желқа келіп, көбі ерсін. Екі жас бақытты болсын, осындай ағайын туыстың алдарында қызмет етіп жүре берсін. Той қорасың дейміз ал. Тойды біреумен бір басқа жерсің рұқсатта тамадан сұрау керек. Атады шуақ шашып та күн заманы туса қайта бағының. Үлділі тұяғына сүрендей бақ берген қазағыма тәңірім. Киесі қалған батыр бабамның, көз жасы қалған талай анамның. Кеселім сақтан бізде де, осынауан қайыр даламның. Әридай гүйй, әридай гүйй. Олдала тапқан талай арысын, кәңгиген ұрпағының бағышын. Қыздары қырық үйден тиылып, ұлдары берметтен намысын. Ел болған бұзылмаған қаймағы, тең болған бүкіл дала аймағы. Таңбалы тарихы бар қазақтың, ешқашанда жығылмайды байрағы. Таңбалы тарихы бар қазақтың, ешқашанда жығылмайды байрағы. Әридай гүйй, әридай гүйй. Таңбалы тарихы бар қазақтың, ешқашанда жығылмайды байрағы. Таңбалы тарихы бар қазақтың, ешқашанда жығылмайды байрағы. Екшес бақыт, ойдай болады. Ой болмай бала, не деген ә? Өзі музыкасы салымат. Ал Қожа Ахмет келін айналайын. Мына ел халықты жинап, дастархан жайып, шаңырақ көтеріп, мына жаңа жыл 26 жыл 2026. Бәрімізге де құтты жыл болсын. Осы отқан жерден адамдардың бәрі келін алсын, қызы сұратын. Ол тойларына бара берейік. Жаңалықтарымыз оң болсын, екі бала бақытты болсын. Өсіп, өнсін. Мына лабақ нағашым ғой, нағашым
Eli tola versin. Gelinler endigi жылы босмақтары немерелі болсын Қожа Ахмет. Сол тойларда да отыра берейік. Ағайындар бәріңе де тойға барайық. Дастархандарың толы болсын, дендерің сау болсын, бастарың аман болсын. Бұлайым аман жүрейік, ауырмағаймыз Алла Тағала. Тек көргеніміз той, сүйгеніміз ұл мен қыз болсын. Ал тойың той қыласын. Рахмет ақсақалдар. Енді мына қуанышты бөлісен көбейттіп, қаумалап осы жердегі қуанышты бөлісіп жүрген барлық ағайын тумаластары. Енді мына төрде екі ақсақалдың ортасында отырған тағы бір ақсақал бар. Ол анау Аймағамбеттен бері қарай Жолмағамбет, Жолмағамбеттен Қожа Ахмет болса, сол Жолмағамбеттен үш ағайынды. Біреуі Көбен аға, біреуі Қонысбай аға, келін алып отқан Қожа Ахмет аға қосыра. Сондықтан мен шатаспасам, Көбен дейтін ақсақал осы кісі болу керек, иә? Қалай маға? Дұрыс па? Бір қол соқ қошамет беріңіздер. Осы тумаластың қазіргі үлкені. Осы көшті бастап жүрген ақсақалы қазіргі. Сондықтан енді Көбен ақсақал, келініңіз құтты болсын. Қожа Ахмет ағамның осы жердегі араласып жүрген бір үйі дейді ғой осы жерге. Маңғыстауға қоныс аударып келгесін, осы жердегі араласып жүрген барлық ақсақалдар бастап берді. Енді бір сіздің де тәтті тілегіңізді тыңдайық аға. Біздені Қожа Ахметпенен екі қыз, үш бала болып, жетімдікке көрдік. Бәрін бірге кешіп келеміз. Жасап көріп келеміз. Мінекей бүгін Қожа Ахметтің көптен күткен арманы есебіндегі не. Бәрінде келіп болсын, ағайын туысқан болып, барлығы жегжат. Құда жегжат. Мінекей осының бүгінгі қуаныштың ұсағына болғай. Өсіп өніп, өркендеп, балдардың асығының көріп, немері шөбері сүйіп дегендей, ұл мен қызға тойғай, толғай. Ұлдары ұлықты, қыздары қылықты болып, бір өмірдегі арманның бір ұрпақ, сол ұрпағы жайыла берсін. Мінекей сендер бәрін тілектес болып келіп, ақ ниеттеріңді білдіріп алсын. Рахмет сіздерге де. Мен де соған қуанамын осы. Туысқандарымыз бар қатынасқан басқа ел жұрт дегендей. Рахмет баршаңызға. Бізге тілектес болып келіп, Қожа Ахметтің мерекесінде тілектерін, ниеттеріңді білдіргендеріңе рахмет бәріңе де. Отбасыларың аман болсын, амансыздық, саушылықпен осындай жылдарда жылға жете берейік. Құдай қуат берсін, той тойлап жүре беріңіздер. Алғандарын келін, ұзатқандарын қыз, сүйгендерің немере болсын, ағайын. Той құтты болсын, табын ауылдың айқайшу, қиқуы қайда. Келін құтты болсын деп, оға. Той құтты болсын бүгінгі, тілекпен тарту едейін, жүректен аққан жырымды. Әратқандарың ән болсын, жаратқан жүгін нұрымды. Қонағың болсын қадырлы, иманың болып мың үлгі. Жасай бер мәңгі табынаулай, ұрпағың болып ғұмырлай. Ал ұрпақтарыңмен мың жасаңыздар. Енді мен мына оң қанатында да бір топ ақсақалдар отыр. Әрқайсысы бір төбе бөлім жаратыны жоқ. Мақсат аға, кімнен бастаймын? Ұзақбай аға, қайсы тода? Келін қуаныштарыңызға ортақпыз үшін бәріміз де қуанып жатырмыз. Алдарыңыз өмірлі болсын. Құдайым қуанышты сыйлағандар қуаныш болсын. Немерелі шөберелі болуға Алла тілектеспіз. Ассалаумағалейкум Тошауыл. Burada Қожекені көрші едім. Ал Қожеке келін құтты болсын. Балдар бақытты болсын. Шөбелеп ағайын туласына бір сыйлы ұл мен қыз болсын. Көрші бөле беріп той-тойға жалғаса берсін. Аман болсын. Беріп атқан тойларың құтты болсын. Келіннің аяғынан шопанның таяғынан жуы. Құтты келін болсын құдайым. Келесі жылы бесік тойға келейік, той қаласын. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Кенже байға, Қожа Ахмет аға, жеңше, мына тұрып атқан келін оң болсын, құтты болсын, балдары бақытты болсын, өне өссін, өмірлі шүбірлі болсын. Келесі жылы Құдай қаласа шілді ғана бесік той көрек. Мына келіп атқан жаңа жыл бәріңе құтты болсын, жылдық тоймен басталады, тоймен аяқталсын. Той жұқысты болсын бәріңе.
Қосылам дейтін кісілерге қарсылығымыз жоқ. Қосылғанның пенсиясына пенсия қосылсын. Енді бұл ауыл көп ауыл, Құдайға шүкір, сосын мына 4-5 партия болатын шығар осындай. Бірінші партияға кілең 50-ден жоғарғыларын кіргіздік. 50 мен 60-тың арасын қазір екінші партияға, 40-тағыларды үшінші партияға, 18 мен 25-ті сосын 4-ші партияға кіргізетін болдық ағай. Енді мына алып анадан туады дейді, бірінші ер азамат бастаса берекет болады деп, мына апаларым бірінші жасы үлкен болғанмен аталарың ашып берсін деді. Құдайға шүкір, міне тәрбие, әрбір іс-әрекетінің өзі біздерге өнеге өсиет қылып апаларының. Сондықтан енді аталарының жағасын кірлетпей жүрген, дәстүрді дәріптеп сақтап жүрген, аталарын баптап жүрген ақжаулықты әжелердің де бір тілегін тыңдайық. Осы Табын ауылының үлкендері деп құрметтеп, тақта кімнен бастаймын, әжелер? Маған бір бақыт көрсетіп отырмыз. Жетеді. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым, тойларың оң болсын, құтты болсын. Мына ұрылса қайны менен келінім түсіріп жатыр, келінім құтты болсын, мәңгі болсын, Құдай. Қызықтары мәңгі болсын. Тойлар тойғанасын, андар бақытты болсын, Құдай. Қайттан басып өдің ғой. Mına kaynım, gelin Roza bugün Akböyünün karnı şarlı bakır eken, yer kalıp ağayın tuğuna şepşak bәрін жинап, бойын құтты болсын айнадайын. Мына таза жылда таза келін келіп, ағайын туғандар бәр қуанышта, жүздерінде көлкі бәр келген адамдарына. Бұндай пәтия алған қайынмен келінге рахмет. Мына келіннің екі бала бақытты болсын, табысты жыл болсын, несібелері мол болғай, екі жаққа қызметі бұйырғай. Енді жылы осындай кезде ыңғалаған сәбиге келгейміз. Сәбилер көбейе берсін осы шаңырақта қайнымның. Қайным естіп тұрсың ба? Апа, келіннің тәйдік қой, шай бермей қалар. Енді шай қиюдан кеткен шығар мен, Роза апам. Келін келіп қол ұзарып, сіздердің жолдарыңды қуып жатыр, құтты болсын. Ұзағынан қуансын, апа. Ал енді мына реті-ретімен келе берейін, жүйесімен. Алдымен ақсақалдар, содан кейін нағашылар, сосын құдалар деп сөйлетем ғой, ретімен тілек берем. Шатасып кетпейік. Тағы бір үлкендер бар осы жерде. Кім қайда жаңа? Кенжебай аға, сіздің үйдегі бәйбішеңіз бар деп еді ғой. Аманшылық болсын, тойдың тойменен басталып жатыр ғой, той бола берсін. Қожахмет, Роза беріп жатқан тойың құтты болсын, келін құтты болсын, үйің немереге де шөбереге толсын, үлкендердің жолын берсін, жайған дастархан тойға жайылсын, аманшылық болсын, дендерің сау болсын. Бәріңізге той тілеймін, аманшылық. Келін алып, қыз ұзатып, тойлап жүре берің бәріңдеме. Nağaçlarına bölük bölüm. Kelgen жоқ. Nağaçlar бірге келер ме? Президент кеп беріңіздер. Азаматым сөйледі, мен қосыла шаппай қосыла қалайын деген үлкен тектіліктің белгісі. Дұрыс айтады. Апа, өзің айт. Ең қысқа сөйлеген қонаққа $100 бар деді, мана Қожахмет ағам айтты. Көрдім аға, құрдастарын көріп отырмын, бәрін көріп отырмын. Бірақ енді реті-ретімен бере берейін, қадірлі қонақ. Мынау енді ешқандай асықшы жоқ қой, үйге барғанда да осы отырыс қазір. Сондықтан мен бірінші үлкендерге аштырам, нағашыларға бөлек келем деп жатырмын ғой, мен қолымда программа бар, жазып берген үйдің үйлерін. Құрметті тойшыға алғашқы көріп жатқан қуаныштарың құтты болсын, ұзағынан болсын, сіздерге адал қызмет істесін, өсіп өнсін балдарың. Келесі жылы әйтеуір осы бесік тойына келіп, осы қарайған көздермен бірге тойлайық, тойың той қыласын, келген жаңа жылда баршаңызға құтты болсын. Жаңа жылда әйтеуір келін алмағандар келін алып, қыз ұзатпағандар қыз ұзатып, той бола берсін дейміз сол ауылымызда. Тойың той қыласын қайын. Күнде келін алмайды ғой, мен Қожахмет ағам, міне екі приз келе жатыр. Соның біреуін ана кісіге қосылған үшін беріп жатырмын. Енді біреуін бір жұмақ өлең айтқанға бермеймін ба енді. Қойдың сәні қой деймін ба, солай емес пе? Бір шәугім шай бар меді естеріңде, қара шәугім қайнайтын пештерінде. Қайран анам малынып қара терге, таңертең
біз құятын кештерінде. Қайран анам малынып қара терге, таңертең түс құятын кештерінде. Қойдың қиы отыны будақталған, қара мұржа түтіні будақталған. Таң бозынан тұратын қайран анам, бір шәугім шай құятын қаймақталған. Таң бозынан тұратын қайран анам, бір шәугім шай құятын қаймақталған. Қандай керемет, әне. Баяғы пеш есімізге түсті. Ал апа мынау сізге тойбастар. Көрдіңіздер ғана, кемпір дейсіңдер сендер. Музыкальный центр де көрек бұндай кішпен. Молодец, апа, Алла қуат берсін. Шырқағандардың ән жүрген жерлерін думан болсын. Нағашылар жақсы келдіңдер ме? Аман сау жетіп алды. Қош келдіңіздер. Я көрдім. Күліктер ма? Бірінші енеңізден бастап келейін ба? Сәлем бердік. Екеуміз Айдарбекке жиеміз, сосын мен бөле қылып алдым Қожа Ахметті. Алттан балы алты әлім белгілі бесшекті дейді. Сол бесшектінің біреуі кешегі өрісі кең жайылған Есенәлі Айдарбек дейтін екі шал еді ғой. Айдарбек батырдан 4 бала, Алтынбай күлік ардынан Татыран. Мен Татыраннан туған, бұл кісі Күліктен туған. Сосын енді Маңғыстаудың ішінде онысы да аз қалықты бөліп жарып қайтайын. Пейіліме қарадасаң баладаймын, көңіліме қарасаң даладаймын. Әлім дейтін ауылдың перзентімін, ортасында ержеткен нарадайдың. Қожа Ахмет ағамды бөле қылып алдым, онсыз да аз қазақты айтшы қалқым, мен қалай бөліп жарып алалаймын деп бір қол соқ қошемет бер ағайын. Бөлемнің келін алған тойын басқарайын деп келіп тұрмын. Қазір бір ән салып берем. Музыкасы Төреғалидікі, ән сөзі өзімдікі. Төрешке айттым, төреште бөтен емес нағашымыз қолда Татыранға. Сосын айттым, мына енді маған бер Қожа Ахметтің тойында айтам деп едім, бүгін бұйыртса айтайын деп тұрмын енді. Ал қос ассалаумағалейкумді, сосын нағашыларға тілек бере қоям, той ғой енді арасында бір ән салайын. Нағашылар, көңілді отырыңыздар, той құтты болсын. Ал қане самырағайдар, той құтты болсын. Нағашылар қайда? Жақсылық жұмысты болсын. Армасын халқым, ассалаумағалейкум. Күлгіндей нұрлы көктемнің жалында жүрмен от бердім. Қыз ұзатқан келін алған ауылға құтты болсын деп келдім. Қыз ұзатқан келін алған ауылға құтты болсын деп келдім. Қуаншаған келіп жатыр. Жырмен от бердім, қыз ұзатқан келін алған ауылға құтты болсын деп келдім. Қыз ұзатқан келін алған ауылға құтты болсын деп келдім. Осы да айқай-шулар керек нағашылар. Құрметтейінді көріскендерді бар ғашықтар үлдаусам. Күлгіндей нұрлы көктемнің жалында жырмен от бердім. Қыз ұзатқан келін алған ауылға құтты болсын деп келдім. Күлгіндей нұрлы көктемнің
шөлінен өтпедің қыз ұзатқан келін алған ауылға құтты болсын деп келдім туғандарды той жасаған ауылға құтты болсын деп келдім. Рахмет нағашылар. Тамаша бар екенсіңдер ғой. Нар екенсіңдер. Рахмет. Шықпаймыз, ешкім ешқайда шықпайды, бата болмай. Жақсы билегендерге әрқайсыңа $200. Оны ертең бұйыртса, ізбасар келін алғанда береміз бүгініміз. Жақсы билегендердің қолына сақина салам деген. Ал енді ары қарай тағы бір тілек нағашылар тыңдайық енді. Жанашыр жұрттың бірі нағаш жұрт дейді. Шындығында арлы сөз айта алмаса ақынғасын, жаныңнан табылмаса жақынғасын дейді. Мына алыстан келген нағашылар көрісіп алғанша, Қожа Ахмет аға қайдасыңыз? Енді мына ақмамаң сөйлетейін деп жатырмын, жастардың тілімен айтқанда. Шығып кетті ма? Шығып кетеді ғой. Мен кепіл өмірдің екі келмесіне, мұхитқа жетсін жүзіп ізбасардың кемесі де. Қайдан ағашылар, алыстан келген қонақтар, анау жасын сыйлап, алдымен сөз берейін Қожа Ахмет ағамның енесіне деп. Енесі осы жерде бар еді, жаңа шығып кетті ма? Бірдеңе берейін деп шығып кетті ма? Дым керек емес деп едім апа. Жақын, апа, аға, жаңа енең қайда кетті? Болды, түсінім. Енесі WhatsApp-тан жазып берем депті. Апа, ененің сіңілісі, дұрыс. Роза, келіндерің құтты болсын енді. Кешеден келіп жатырмыз, ақбілектер айтырып жатыр, келін оң аяғымен келіп жатыр, түнімен қызықтады, той деген өте жақсы жалғасып жатыр, жақсы болып жатыр. Қысқа төс барлығыңызға да келін құтты болсын, дендерің сау болсын, жылдарың құтты болсын. Роза мен Қожа Ахмет ағаның немерегі көп болсын, той қыласын. Болат, неге болмайды апа? Болат, сіз не айтшаңызда жарасат бүгін? Көптен күткен той ғой. Ема сосын мен бір түсінбей қалғам, кеше тойдан кейін той жалғасып жатыр дейді. Кеше вечері кеше болды ма? Бәсе қонақ астысыңшы, мен кеше вечері өтіп кетті ма, мен білмей қалдым ба деп отыр. Ол дұрыс, соның құрметіне. Ал жақсы, Қожа Ахмет Роза, тойға шашу. Асқақта қатып салғаны баққаны малығы жайлауыда көрген сәнігі маржаны қай жекерімнен мін таптым қалыққа таяй менің жазғаны қаттығыма жауап кәнегі маржаны кездескен күні есімде айлығы жазғаны кешімде еске сақтау халқаға таяй айтаға берем ау несіне сарғастарар қол соғып отырыңдар жайлау қаныдай мал қандай өзің қаныдай көрген адам сіздерге таңғалағандай маржанай кездескен күні есімде айлығы жазың кешінде еске сақтым халқаға таяй айта берем ау несіне той қыласын асаба қабыл ал. Роза сұрап жатыр, кім өлең айтып отқан деп. Роза апа, нағаш апаң екен ән салып отқан бәсі. Рахмет. Мұқаш, не істеп жатсың? Мұқаш, сен үстісіне кіргізіп. Сыртта қызметте тұрған кім мына кіргізіп шығарып тұрған? Тоқтат енді осы жерден. Соны алайын деп отырмын. Тоқтата тұр кішкене. Мына 70-тегілер шығып баратыр, класстастары, ағыластың балдары. Кіргізбей ешкімді болды. Айтпесеге бәрін баталамда тұрғызып берем қазір. Бір классқа қоя тұр де, ағылас шай ішіп алсын. Құдай, мына 70-тегі класстастардың бәрі кетті ғой, Қожа Ахмет аға. Мана класстастарын шығып кетті ғой, кете берсін ба? Жақсы. Мұқаш енді бір шығамыз. Ал нағашылар, жалғастырайық. Енді Қожа Ахметтің нағашылары, ағамның нағашылары, енді түгел айтпасақ та бір-екеуің бір жасы үлкен тілек айтып берді, қалған ресторанда айтасыздар еді.
Қожекеңнің тойына келіп жатырмыз баласының. Мынау келіндеріңіз құтты болсын. Келіннің аяғынан аттаған аяғы осы үйге судай сіңіп тастай батсын. Екі бала бақытты болсын. Мына жеңгеміз құрдасым бір жағынан. Мынау Арал деген шаһардан келіп жатырмыз біз. Мен бөлемін. Қосбай, Қожекең, ана Көбеданға. Мына жерде кім? Ұлжан менен кім бар? Сәуле бар. Бәріміз бөлеміз. Бөлені көре тұра өлесін ба деп тойға ат терлетіп келіп жатырмыз. Балдар бақытты болсын. Дастархандарын тек қана қуанышқа жайсын. Осы алдындағы жүрген мынау келіндер сияқты, келін қызмет жасасын ата енесіне, баламыз да қызмет жасасын. Осылардың қызығына тоймай аман-есен жүре берсін. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Ал, рахмет. Туыс бауырлар, тойға келген тойшы қауымдарына келген қадамдерінің құтты қадам болсын. Қайным, келін ал қуануастар, қуаныштарын құтты болғай Құдайым. Еңбектеріңді ақтағай Құдайым. Бақытты болсын балдар, баянды болсын, саналы, келін болсын. Келген жаңа жылдар құтты бола берсін бәріңе. Немере шөберелерін көбейе берсін. Солардың алдарында өздері аман жүріңдер. Зызағандар әрқашан аманшылыққа тойға жайыла берсін. Тойлар тойға оласа берсін, балдар бақытты болсын. Ассаламу алейкум, тойшы қауым. Мына бүгінгі біздің жиен ағамыз, Қожа Ахмет ағамен Роза жеңшемнің үйінде үлкен қуаныш болып жатыр. Мына жастар бақытты болсын, түптері бір болсын, шақалары мың болсын, еліне елеулі, халқына қалаулы, жақсы бір бақытты семья болғай. Со балдардың өсіп өнген осы Қожа Ахмет аға мен Роза жеңшем көре бергей. Алдарымызда аман болғай. Біздер Қожа Ахмет ағаның нағашы ағасының қыздары болып келеміз. Алматыдан келіп тұрмыз. Сонау Қарақалпақстаннан, Аралдан, Ақтөбеден, Байқоңырдан келіп отырмыз. Мойнақтан келіп отырмыз. Қожа Ахмет ағаның баласын үйлендіріп той берді дегенде бәріміз қалмай шұбырып келдік. Әлі қазір кеште келетін қонақтар бар әлі. Бәріңізге осы той жұғысты болсын. Балдар бақытты болсын. Ассаламу алейкум. Алла мен жиен ағам. Бүгін Ақтөбенің қарны жарылып, жиен ағам қуанып асыртты. Алла жеңшеммен бірге осы қызығын көре бергейсіз. Алла келесі жылы немере тойға келгейміз. Аман болғай, баршамыздың үйінде амандық, той бола берсін. Бұл кісі Мойнақтан келіп отыр ма? Иә, Мойнақтан. Бәсе құлақшым киіп алғансын сұрап атқанбыз. Бәсе құлақшым киіп алғансын, Мойнақ салқын ба деп сұрап атқанбыз. Селаңбастырымыз болсын, сұрап атқанбыз. Қожа Ахмет аға, қадамдары құтты болсын ағашыларың. Анау Алматыдан бар, Ақтөбеден бар, мінезіңді сағындым ғой, Аралдағы жеңешай дейді. Сосын жаңа Қарақалпақстаннан келіп жатыр дедіңдер ма? Есігіңнің алдыям. Бәрі де болар еді, ақсақалдар асықтырып жатыр, қонақ көпті айтпесе, бәріне де бір жағалап барып шығатын едік. Ал енді мін жерде, Роза апа, сіздің нағашыларыңыз бар екен ғой. Құдайға шүкір енді Памын нағашылар аға? Әжеден бастайын ма? Қожа Ахмет айналайын, ең қайын сіңдім. Түсіріп атқан келіндерім құтты болсын, мейірманды келін болсын, жақсы келін болсын, тек сендерге қызметі бұйырсын, жапырақтары жайыла берсін балдардың, тек тойларың тойға ұласын, барлық жақсылық бола берсін жаным. Жаңа жылыңызда құтты болсын, тек
Жақсы келін болсын енді тек мейірманды, сендерді тек бағатын, небере мен шөберені тек сендерге үйіп беретін келін болсын. Жақсы тойларың той боласын. Апа молодец, рахмет. Қожақбек жеңгіз, тойларың құтты болсын. Келіп атқан келінің аяғы түсімді болсын. Қойшының таяғынан, келінің аяғынан дейді ғой. Ал қызығын көре берің балдарыңның. Дендерің сау болсын. Жаңа жылдарың құтты болсын келіп жатқан. Еліміз тыныш, жұртымыз тыныш болсын. Ал сол үшін оқпын. Әқті апа қайдасың? Қосылғандарға білесіз ба? Қосылғандарға шақинамыз ба? Білесіз ба? Оны тұрып біліп отыр. Жобасын біліп отыр. Мына нағашыларға, дұрыс нағашыларға сөйлеп отқасын. Мына үлкендер сөйлеп отқанда араласпадық қой, дұрыс қой. Байлықтарыңа байлық қос. Байлықтарыңа айлық қос. Ал нызамаға нағашылар түгендедім, болды бөлелер айтты. Жиендер ертең ресторанда айтамыз деп жатыр. Енді құдалардан бір-екі құдан сөйлетейін, сосын бір шайдың батасын алып алам, Жаңа құда келмеді, Қожахмет аға бір топ құдалар бар еді ғой шында. Не отырған. Ассалаумағалейкум, қойшығым. Аллаға тиінші, ендерің құтты болсын, мұң болсын. 2 жас бақыт болсын, той қыласа берсін. Өрлі болсын. Жаңа жылдар құтты болсын бәріміз кере. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Баршаңызға мына жаңа жыл, жылғы жыл дейді. Құтты болсын, жақсылығымен келсін дейді. Бұл айтқандар міне бүгін құдамыз Қожахметтің құдағайымызды шақырғаны келін келіп жатыр. Баршамызға құтты болсын. Өте қуаныштымыз. Өне өсін, жапырақтай жайылсын. Құдағай солардың сықтағыңыздар жүріңіздер, ешқашан ауырмаңыздар. Осы жақсы күндерде жақсы тілектер білдіріп жатыр. Солардың тілектері қабыл болсын. Осы балдарымызға солардың жолын берсін, өне өсін. Осы отқан той шыған баршаңызға той деймін. Ал өзімді жазды өртсе, мен осы Қожахметтің құдасы оламын, қыз алып отырмыз, ұлымы әлем. Ерінен өссін, 2 жас бақытты болсын. Мына күнімен айтылған тілектердің бәрі қабыл болсын. Тек жапырақтары жайылып, көбейе берсін. Құрметті тойшы қауымдар, құда-құдағай алып атқан келініміз құтты болсын, қызметі бұйырсын, жапырақтары жайылып, немерелеріңіз көп болсын, жаңа жылда жаңа жаңалықтар, тойлар болсын, ақтастырғаныз тойға жайсын, ең бірінші денсаулық тілеймін. Құда-құдағайыма жаңа жылда кішкене подаркым бар, соны беріп ұрсат. Қожахмет ағамның Розапа, сізге де шапан бар. Қос, нызамаға, қос. Жаман өлей шапан. Ақындар, ал енді, алды шапанды. Розапа, шапандарын құтты болсын. Екеуің батысып өт как раз. Ал, келін алғанда міне. Ақжаулығын кірлемей, қажеш басын төрді жол. Қожахмет аға, киіп ал аға. Құрметті құдағайлар. Аға мына құданың бірген шапан киіп ал деп, ескі шапанын шешпейді. Бір тамада айтты өт, әдемекен шапкіңіз оны қайдан таптыңыз деп. Сол енді ағам баяғы үйреніп қалған өзінікін тастамайды ғой. Жаңа бір әкесіне бір бала той жасап беріп атқан ғой мен құсаған. Әкесі 70-ке келіп шапанын киіп алып, бұрынғы шапанын киіп береді дейді. Апа, ят болады. Құдаларың келіп жатыр, халқың бар. Мына новый шапанды кей, алтын жалатылған шапан десе, бір киіп көріп қайттан баяғы өзінікін киіп ала береді дейді. Үйреніп қалған. Апа, мынаны таста, ананы кейін новыйын алып бердік қой десе, қой балам. Мынаған үйреніп қалғам деп. Неге тастамайсың десе, бұны кисем жастық шағым есіме түседі деп айтады дейді. Сол сияқты аға, мына шапандарың да құтты болсын, қатарларың сейремесін. Енді мына құдаларға құрмет деп жатыр, жаңа жылдың басы ғой деп шапан жауып. Енді әрі қарай
Құдағайлар бар ма? Бар ма құдағай? Қаяқта көрсін. Шымкентті. Ого! Болсын қатарларың көбейгені. Бар құдағай шақырады. Алматыға. Оппа! Құдағай сіздің құрметіңізге. Мен саған осылай сыртыңнан қарап Стоп, Замаға. Құдағай қызып кетсе тоқтата алмай қаламыз. Рахмет. Алдымен сіздің тілегіңізді алып алайық. Ал тойшы қауымға тойлар құтты болсын. Той қыласын, жаңа жыл құтты болып, тоймен басталып жатыр мына Қожекең мен Розаның шаңырағында. Тойларың оң болсын, құтты болсын, келген келінің аяғынан, қойшының таяғынан деп, келінің жақсы, келіндердің маңдайы алды болсын. Көтерген шаңырағы құтты болып, сырты жарлы, іші базарлы болып, ұл мен қызды төгіп, Розаты тайғанақтап құлап жүре беріп ортасында. Соған тілектеспіз. Ал осы жақсы күндер, жақсы келін келу, қыз ұзату бәрімізге бұйырғай. Бәріміздің де сол немере ұзатып, немереге келін алып, сондай жақсы күнде жүре берейік замандастарым. Ал бәріңде осы ұл мен қыздың ортасында басымыз заман, бауырымыз бүтін тойлағанымыз осы балдардың қызықты күндері болып шалқып ортасында әдемі кемпір, әдемі ақсақалды шал болып жүре берейік. Ал енді өз көп сөйлей алмай, мен жаңа айтылған тілектің бәріне қосылам, ендігі айтатынға да қосыла берем. Сол жақсы. Қысқа сөйлеген жақсы. Бірде сөйлеп айтайын деп едім, Өз саусағыңызда бос емес екен, бір сақина бере қойын десем, саусақтардың бәрі сақинаға толы екен. Қысқа сөйлегенді жақсы көреміз. Апа қой, араласпа апа. Араласпа апа. Мына келіндерді қарашы, әркім өзінің төркіне тартып бара тұрады. Алматы қайда? Алматы. Сол Алматы. Алматыдан бардым, Шымкенттен бардым. Шымкент, Алашық бәрі бар. Қош келдіңдер, тойшы қауымдар. Барлықтарың жақсы тілек айтып жатырсыңдар. Мына 2 жас бақытты болсын. Роза менің қайным қолын ұзартып, жақсы келін болып, қызметі мықты болсын. Барлықтарыңа жұғысты болсын. Жаңа жылда жаңа келін келіп жатырды. Бақытты келін болсын. Аман болайық, барлықтарыңа осы той жұғысты болсын. Рахмет. Дұрыс айтасыз, көрдім ағын, көрдім. Енді бағынбасақ болмайды. Дұрыс, Ақтаудан келген жезделер осы тілектің ішінде шығар, қосылатын шығар. Шалдардың бір батасын алып алайық, апа. Шайдың батасын алмасақ, сыртта 400 адам тұр дейді, бізді қашан шақырады деп. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Қауын ауылы, келіндеріңіз құтты болсын. Көпшіліктің айтқан тілектері оң болсын. Шаңыраққа берекелі болсын, дастарханың берекелі болсын. 2 жас бақытты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш. Осы отырған көпшілік, осындай той бәріңізге жұғысты болсын. Оң болсын, құтты болсын. Ал құрметті тойшы қауым, құрметті Роза апа, құрметті Қожахмет аға, біз енді Алматыдан, Астанадан, Оралдан, Аралдан келген жоқпыз. Біз Қияметте көрші жақын деген үй арасында үй жоқ, мына жолдың арғы бетіндегі көршіміз. 15 жылдан бері отырған көршіміз. Апа мен, аға мен жақсы араласып тұрған. Ізбасар деген бала өте жақсы бала, қайырымды, мейірімді, адал, жұмыскер бала. Не қылдаймыз? Келін келеді дегеннен бері қуанып жатырмыз. Жаңа жылға тұспа-тұс келін келіп жатыр. Келін құтты болсын. Сіздерді бағатын, сіздерді қарайтын жақсы келін болсын. Ізбасар екеуі бақытты болсын. Салихалы ұрпақтары көп болсын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Жаңа жылда мына өте жақсы үйге той болып отырған. Барлықтарыңызға осындай той жұғысты болсын. Сау болың. Одан келін алып жатыр апа.
Al mına toyşağım, toyların kutlu olsun. Kocaahmet Roza, mına alıp atkan kelinin kutlu olsun, bakıtlı olsun. Osu tamnavның ең алдын келдінің бірі болсын. Той деп келе берейін. Ay malades, apa malades. Hani gördündür ғой. Қысқасынан бір қайырттық. Құрметті тойшығауым, қош келдіңіздер. Yaşsa uybala. Жаным, айналайын, менің әмеңгер қайным Роза келдім. Той құтты болсын. Мына жайып жатқан дастарханың берекелі болсын. Мына қосылып жатырған екі жастың тек маңдай бағы болсын. Шаңырағы шайқалмасын, ешбір келеңсіздік байқалмасын. Босағасы берік болсын. Ай. Жүріптердің ба, не қылды? Босағасы берік болсын, шаңырағы биік болсын, керегесі кең болсын, терезесі елменен тең болсын, іші үбірлі шүбірлі болсын, айналасы сырты дүбірлі болсын. Ал айналайын, той қыласын. Менің енді бір емес, 2-3 генерал абысыным келе алмай отыр. Солардың айтатынның бәрін мен айтам, мен 1 сағат сөйлеймін. Айтам. Келінді су жолы ғой бұранғының, осы игі бірендай бұрынданың. Ақ ниеттен ақтаған босағанда, ағарыптыр әнекей шымылдырын. Ақ бауырсақ шашу боп шашылғанда, өзіңде жасырғанда, қандай ғана сезімде болдың жаным. Ақ құмылдық ағыңнан ашылғанда, еркелеген еліңнің елігедің, шай құюға жіберді-ау сені елің. Енең байғыз толқиды қайтып жүрді, сен Құдайдан тілеген келін едің. Аталарың шалқиды-ау қайтсын енді, сен Құдайдан тілеген келін едің. Ең алдымен өзіңді енең сынар, ақ жүзіңді көргенше болып құмар. Жас келінге кеңесіп қараса ғой, бауыр басып алайын деген шығар. Тойларың тойласын. Деген тапқырлық ақын ғой. Өздері қосып тіркеп алып айта береді. Енді дегенмен бұларды тыңдай бергім келеді, бірақ сыртта 80 адам бар дейді, апа жас келіншектер бар дейді. Мына кемпірлер қоя қойса болады ғой, біз тоңып қалдық қой, кірмейміз ба деп жатыр дейді. Іштен боқтаған көп боқтайды, мына сырттағы кісілерден обал болмасын, шындан тоңып қалмасын. Бір шайдың батасын алайық, апа. Асқа берекет, адамға қанағат, күлі бәлігіне аманет. Той болсын, тамаша болсын, уақыт қосық болсын. Есетсін, ала жеттісін. Күніменгі жас үлкен жас кісінің осы келінің атында, баланың атында айтылған жақсы тілегі қабыл болсын. Аллах. Енді ақша қатарды бастап, Абдрахман аға, енді ақша қатарды бастап, мына жырлаған жерге. Мына іште жырлаған жерге. Партияның сөзге шай береймін. Сіздер оған дейін аяқ созып кішкене мана өжейіміз келген. Қожахмет ағамның сынайы жанашырлары. Қуаныш бойында билі осылай, ән салайық шырқап бірге осылай. Ән қанатында, салтанатында, тойыңа шашылмай. Ән қанатында, салтанатында, тойыңа шашылмай. Замаға көңшігілейді қос. Бұр көңшігілейді қос. О, міне соны қос. Молодец, мал. Осыны өлеті бер. Мына билі бар іште. Жаңада келген мұратта шай ішкенше. Жақсы сұлу қыздар-ай, неге сұлусыздар-ай, өздеріңсіз жадырап жүрдік біз қалай. Жақсы сұлу қыздар-ай, неге сұлусыздар-ай, өздеріңсіз жадырап жүрдік біз қалай. Сыйлық берген бізге Құдай, күндей көркем жүздерім, арасынан мақпаздай өзге гүлді іздедім. Аңсадым сені, қаншаның тез жолшы сұлу.
Қыздар билеп болған болсаңдар жаңадан келіп жатқан қонақтарға шай беріңдер енді. Шай беріңдер. Біз тілек берейік, сендер шай беріңдер, сосын би жалғасын табады. Аған жақын ал Роза апа келіндерің құтты болсын. Мына сол қанатта төрде қонақтар бар екен, мен бір тілегін алып шығайын деп жатқанмын ғой. Ал жаңадан келіп жатқан кісілерге ер адамға беріп келейін. Апа келем, асықпа, сәл сабыр ет, сабырын жетер мұратқа. Ер адам бастаса берекет болады дейді. Ал бірлік артса береке елімдегі, керегенің кеңінен керілгені ұрпақ жібін жалғайтын ұлтқа лайық. Құтты болсын Қожа Ахмет ағам мен Роза апамның келіндеріне бір қол соқсаңдар болады ағайын. Құрметті тойшы қауым, ауылдастар, бүгін міне Қожа Ахмет ініміздің, Роза келініміздің үдірәлді перзенті үйленіп міне тойға келіп отырмыз. Бәріңізге келген қадамдарыңыз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын, қосағымен қоса қарсын, өрлі шүгірлі болсын, қызметтері бұйырсын. Ана күткелген 2026 жылғы жылымыз бәрімізге құтты болсын. Ауылға жаңа келін келіп жатыр. Біз аяғы жарассын. Қожа Ахмет жаным құтты болсын, Роза келін құтты болсын, келіндерің. Бақытты болып, қосағымен қоса қарып, өзеннің бір өнегелі келіні болсын. Сонымен қатар бәріңді кіріп келген 2026 жылғы жылғы жылымен құттықтаймын. Жылдан жылға басаман бауыр тұтым болып, жаңа жылдарға, айттарға, наурыздарға аман-есен жете берейік. Бүгін Чапаевта болып жатқандай болып жатыр той міне. Бұл жерде отқандардың бәрі ауылдастар бәріңе құтты болсын. Мына Бақтыбайлар келіп жатыр. Ауылдан келген қадамдарың құтты болсын. Тойың той қыласың Қожа Ахмет Роза. Бақытты болсын. Біздің мынау ассалаумағалейкум тойшы қауым. Тойларың оң болсын, құтты болсын. Қожа Ахмет Роза балдарыңыздың бауы берік болсын. Келешекте бір үлкен азамат болсын. Осының қызметі теңдей берсін сіздерге. Келген ауылдастардың бәріне той жосты болсын. Тойымыз той қыласын. Жаңа жыл бәріңе құтты берекелі жыл болсын. Тойларың той қыласын. Қожа Ахмет құда сөйледі келіндер құтты болсын, оң болсын. Мына келген жаңасы жүзден берекелі бүгін аяғында 5 тойға келген тойымыз той қыласын. Балдар бақытты болсын, өніп алдарыңызда үлкен семья болсын. Солардың қызықтарын көріп бәрімізге несіп етсін. Бақытты болсын балдар. Құрметті той иелері, бүгінгі Қожа Ахмет Қызалған құдалым. Қожа Ахметтің ағасының қызын алдым, жасында отырған кезінде. Енді оны біздер біле қоймайды. Туған ағам біледі, құдашығына барған. Біздер 2006 жыл көріп көрдік. Қожа Ахмет, жаңа менің құрдасымның аты кім еді? Келіні. Роза. Құтты болсын тойларың. Бұлайым тойыңызға той қосын. Орталығында ойнап қойып жүре берің. Жасыңызға жас қосын. Жаңа келіндеріне табын аулар игілікті жақсы қызметін көрсетсін. Қайным, келінім Роза, мына балдардың көтеріп атқан шаңырағы биік болсын, қосағасы тең болсын, терезесі тең болсын. Елдің елеулі, халықтың қалаулы әдемі қызметші, екі жақта қызметті беріп келіні болсын. Тойың той қыласын айналайын. Түбі бір болсын, шақасы мың болсын, өні бүсе берсін. Мына келген тойшы қауым той құтты болсын баршаға. Бәріңе де осы той жұғысты болсын. Келген жылдарыңда құтты бола берсін. Шашулы берекелі той болсын.
болсын, балдарың бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болып, несібесі мол болсын, барлық уақытта осындай дастарханның тойға жайылып, сіздердің қызметіңізде болсын. Біздер 3 ағайындымыз. 3 ағайындының ең үлкенінің қызымын, жаңа немересі келді, немнің ауылдан. Біздер Ақтаудан келдік. Бақытты болсын балдарымыз. Отбасымызға Алланың сәлемі, рахмы, берекеті, нұры жаусын. Тойларың тойға ұласа берсін, үбірлі-шүбірлі болып. Келесі жылы бүфе тойына да келгейміз. Бақытты болсын. Сіздің тағы бір класстасыңыз тұр беді есік алдында. Замандасың болмаса тойға барма дейді. Ағамның бір топ құрдастары алды 70-ке, арты 69-да жүр бұл кісілердің. Сондықтан енді құрдастар деген бір әдемі тілек болсын. Уақыт бөліп келіп отқан. Ана кісіден бастай берейін. Келіп атқандар қадемдеріңе гүл білсін. Бүгін мына біздің Қожа Ахмет жорамыз келін түсіріп, ақ түйенің қарны жарылып, Роза екеуі кемпір шал болып, қолымыз міне ыссы суға енді тиетін болды деп қуанып жатыр. Бұл қуанышты, бұл тойды біз неше жылдар күттік. Рахмет, мінекей, бүгін сол бұйырған күні осы екен. Бір жағы жаңа жылдың қарсаңы 26 жыл келіп жатыр бәрімізге. Бір жағы міне жаңа келін келіп жатыр Қожа Ахмет жора. Осыдан былай қалған жағының бәрінде сол келін жұмсап мәс болып жүре берін. Жас үлкендер біздер енді кеше келдік, класстасымыз Қожа Ахметпен бірге ойнап өстік. Бәріміз бір ауылданбыз. Кешеден бері талай тілектер айтылып жатыр, бәрі қабыл болсын. Құдалар айтты, жас үлкендер айтты, бәрі. Сол тілектерге біздер де қосыламыз. Енді бағана біз мына жерге келіп бір шамалы шай ішіп кеткенбіз. Қожа Ахметтің класстастары. Ауылдан бір 4-5 бала келді, әйелдерменен, келіншектерменен. Жаңа мінекей міне Байғали кімдер Мұрат келіп жатыр Ақтөбеден. Бұл да класстастар. Оның бер жағында мына жерде құдасы бар. Бәрі мына ауылдың балдары осы отырған шатайшылар. Жақсы тілектер айтып жатыр, бәрі қабыл болсын, той-тойға ұлассын. Ендігі жылы келсек, Қожа Ахмет, Роза, шілдехана тойға келейік, той-тойға ұлассын. Тойшы қауымдар, тойлар оңғыла берсін. Мынау көптен күткен Қожекең мен Розаның тойы ғой армандап жүрген. Арманың оңынан болсын, балдар бақытты болсын, көптері бір шақалары мың болсын. Ол екі баланың қызметі бұйырсын. Жылдың аяғында немере сүйгейсін, соны тойлап отырғаймыз. Лек қауыл болсын бар болсын. Тойшы қауымдар, бәрін үстінде жүргендерің болсын, ұл мен қыздың қызығы болсын, қызықтап шалқып жүре берсін. Жүре беріңдер, тойларыңыз той қыласын, ал боң бола берсін бәрі. Ассалаумағалейкум, құрметті той қонақтары. Тауын ауылы, қош келіп атсыңдар. Тойларың тойға бассын, екі бала бақытты болсын. Мен мұна үйленіп атырған баланың туған нағашысы мұна. Қожеке, Роза, мұна ең шаңыраққа келіп атыр. Тойға шүкір енді, бала да өсті, өнді. Енді мұна өмірлік серігін таңдап, сол кісіні шаңыраққа келіп атыр, құтты болсын, құтты адам болсын. Сіздерге енді Алланың қалауымен деген осы екі бала бақытты болып, көбірлі шүбірлі болсын. Немере сүй, шөбере сүй, Алла тағала сол кішкентайларының қолынан су ішуге нәсіп етсін. Аман жүріңдер, құтты болсын тойлары. Ақсақалдарға еттің алдын тартты деген хабар келіп жатыр. Қазір олар беташарға шығамыз дейді. Сосын тағы да жетіспей қаламыз. Мына қонақтар асықпай шай іше беріңіздер. Батарын жаңа үлкендерден алдық қойын. Қалғандарың сөйлемедінде бірінші отқан жоқсыңдар қыздар, бейдің кезінде бейге шығып сыйлық аласыздар, бұйырған Роза апамның сыйлықтарын. Біз енді ақсақалдардан хабар алайық. Ол жаққа ет тартылды деген хабар келіп жатыр. Бір қошемет болмай ма? Не істеу керек бұндайда? Жиен сөйлесін мұндайда. Ал сәлем бердік, тойшы қауым. Міне нағашымның үйінде той болып, бүгін біздер келіп, алыста ағайындардың бәрін көріп, қуанып жатырмыз. Мына келіннің аяғы құтты болсын. Тек той деп келейік. Мен Қожа Ахметтің қарындасы, Ұлжанның кіші қызымын.
осы мына алыста ағайындар көріп бәріміз қуанып жатырмыз. Тойға аласың нағашым. Жезде дейін деп отырмын. Құтты болсын, толқып тұрмын жалпы. Құтты болсын. Сені көріп қасында жездесі деп қалды. Құтты болсын ағашы. Тойларыңыз тойға аласың. Аумин, аумин. Мен ерте айтамын, ұрсып айтамын. Қарындастарым болды. Ертең айтамыз. Ресторанда кім сөйледі? Саған бүгін бәрін сөйлетіп жатсың. Сол ғой. Ал енді біз ет тарттық, еттің алды жүрді. Кім? Al gel. Gel bozma. Bozma. Ya. Bozma. Al bozma. Al jarlık etsin, kabul etsin. Amin. Baktır belediye sakta, emri aman sakta. Ötkenge tiye versin, kalganına bir et versin. Amin. Üyde düzdüğünü amaçlı olsun. Bana kelbatkan kelin kutlu gelin bol. Günümen jasık jasıksın. Aklı kabul olsun. Amin. Bir aydan. Hoş verin. Oturan Ülkün kişi aydın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Melki yevmidin yak na'budu ve yak nesta'in sıratal müstakim tallazina an'amte aleykum gayril mağdubi aleykum ve'd-dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudal muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلكم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان الله سبحانه السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Осы оқылған Фатиха сүресі мен Бақара сүресінің алғашқы бес аятын осы үйден біздерден дәметкен ол еуіп болған мұсылман бауырларымыздың баршасының рухтарына тие берсін. Жандары жанатта болғай топырағы тоқа, имандары жолдасылығы. Беріліп атқанына бүгінгі тойлары құтты болсын, аманшылық, саушылық. Аман болайық, сау болайық. Ай, күлмеңдер. Мына кісінің оқыған дұғасы бар ма? Алқаға талай сөз айттық, даражасын көтеріп, атадан алтау туғанмен Gelin toplamaz. Itu Syekh. Bismillah. Itu gerek, terus gerek.
екінші микрофонды кім ұстайды? Ол стойкісі бар ма, живой ма? Бір бала жібер енді маған. Мұқаш! Бір бала жібермесең кел жан. Кезекте сұқтайсың ма? Қолымды алып қалады. Бар екен жан. Рахмет. Қолымды алып қалады. Сен шашуын жинай бер жан. Қасына бармайынша әкеле бермей. Құдай мына келіншектер өздері күйеуге шығып алғасын. Жаңа түсіп атқан келін қайдан білсін ол? Қалай тұратын? Стажы бар ма? Үйретші қалай тұратын? Ал болды ма? Бисмиллахиррахманиррахим. Ал. Табында 9 Слабақ ағайындар, келіндерің құтты болсын. Маған рұқсат берсеңдер бастайын, келін тоңып қалды. Нески бер домбыраға, ынсамаға. Незе бер кішкене. О, әдемі. Дауысқа да сондай. Голосовой шығар кішкене, домбыраны қайтар. Өмірде бұл ақ қаралы, әр адам өз міндетін атқарады. Жар сүйіп, бала сүйіп, көбейсем деп ұмтылады алға қарай баққа бәрі. Ақтасаң ата үмітін, ана сүтін, үлкендер сендерменен мақтанады. Тойында шаңырақ құрған ізбасардың, арналсын Бақтыбайдың мақпал әні. Ағайын қошаметпен қолдау жаса, осы күн есте мәңгі сақталады. Өйткені көптен күткен келіндерің тұр міне босағаңдың әлі. Аттағалау ай, аттағалау ай. Рұқсатта берсең үлкендер, бісміллә деп те бірінші ақ домбыра қолға алып қазақтың ескі жолымен уақалайық бет аштым. Бақытта қонсын келін жан, бас қоса келген жолыңа. Жақсы атансаң ауылға, ісіңде басар оңына. Жаман болсаң келін жан, абысын түсер соңыңа. Сабырлы бол ашусыз, ақылда бітпес жолыңа. Асың болса елге бір қызғанып оны қорыма. Көршілерді күте біл, қарама оның тонына. Ақсақал келсе әдеппен су құйып бер қолына. Ал келіншек, келін жан болма еріншек. Жас үлкенді көргенде орныңнан тұр келіншек. Қарсы келсе қарт адам, ал қайқаңдама келіншек. Ерім жақсы көрді деп тайтаңдама келіншек. Келіннің бетін ашатын, әжелер шашу шашатын. Қасаннан жоба жолымыз, жастарың бар, қарты бар, бет ашар дейтін салты бар. Солға десін істеуге келіп тұр бүгін жөніңіз. Сондықтан айтқан сөзіме қарсылық қылмай көніңіз. Иіліп сәлем бере бір ауырмаса беліңіз әйге. Салтымыз ғой бет ашар, жас адамға жол ашар. Екі жақсы бас қосса бәйгатындай жарасар. Жақсы да болсаң келін жан, көруге жұрт таласар. Жаман да болсаң келін жан, маңайыңнан ел қашар. Ау ақсақал ағалар, әжейді жеңгей аталар, құрбы құрдас балалар. Келіншек келді көріңдер, жақсы тілек ақбата арнаңыздар келінге. Жақсы бір келін келіпті, оңаяқпен еніпті. Екі жақта атана ақбатасын беріпті. Ау шырағым келін жан, сізде бері келіңіз. Ел жұртымды көріңіз, құтты болсын сізге де бас қоса келген жеріңіз. Нұр жүзіңді аштағы, бір қадам алға бастағы. Ең алдымен келін жан, жиналып келген қалыңға иіліп сәлем беріңіз әйге. Келіп тау үйге еніп
тұр, қайын жұрты халқына иіліп сәлем беріп тұр. Қайсысы алыс кім жақын тани алмай арасын, сол жері көңілім бөліп тұр. Қазір айтсам жалпыға, мынау жарысты табында, тоғыз арыстабақ ауылына құтты болсын қарағым келіп тау жатқан қадамың. Сол еді ғой қашанда келін болу қыз баланың. Ықыласыңмен қызмет қыл Құдай қосқан еріңе, күле сөйлеп жауап бер. Анау ізбасардың әрбір айтқан сөзіне, осылай қылып іс тұтсаң бұрынғыдан артықша еріңде сыйлар сені де. Сыртыңнан мақтап көп жүрері, ажымның қызы жақсы деп ағайын туған еліне. Келін боп келмек қиыны жасөспірім балаға, қызмет қыл иіліп қайнаға ата анаңа. Алғыс алсаң көктейсің, жолықпайсың қиынға. Үлкендерді сыйлай бір Құдайға сыйында. Ерде тұрып қызмет ет, ерініп жатпай төсекте. Мезгілсіз келген ұйқыны өзіңе жақын дос етпе. Жаңа түскен жас келін жақындау болады дейді көшекке. Ондайдан келін аулақ бол, бөтен емес ар жағың белгілі жердің қызысың. Әл мынау қалдырмай ақыл айтайын, құлақты келін саларысың. Қатесі болса сөзімнің, осы отырған әлеуметсің, қабір салып қарасын. Ал бір нәрсеге барғанда көп кешікпе кідіріп, үй арасы болса да қатты жүрмей жүгіріп. Ал боз балаға қарама, артық аса тігіліп, жасырынбақ жаманат ақыры бір шығарып білініп. Жаманатың бір шықса кетеді халқың түңіліп. Ал қайның сыйлап қадірле қарама үлкен жасына. Ойынның жөні осы деп әркімге берме асыла. Ессең де жаман сөз жүргенің жақсы жасыра. Бәленше бүйдеп айтты деп болымсыз сөзге жасыма. Түгенше бүйдеп айтты деп, ай ұзын сөздің қысқасы, төркініңе сөзді аутасыма. Тасыма. Ал насихат сөзім өзіңе тағайтайын ұлағат. Айтылған сөзді тыңдай бер, құлағыңды түрә қап. Ал анау 21-ші ғасыр деп, ана WhatsApp деген бәлеменде көп сөйлеспе, әрбір ұста оңашада тұра қап. Өйткені өзіңдей келіндер бұл ауылда көбірек сыналады. Ал ана блогер келін болам деп, бәлегер келін болам деп, инста менен тиктокқа әлеуметтік желіге құмар болма шырағым жинаймын деп лайкты. Ал мынау бір сөзбен мынау айтқанда сүйкімді келін бол қарағым. Асау бұрақты тудырған лабақтарға лайықты. Лайықты. Мынау кемесін қалқым көзімай, кеңесім менің жақпаса. Келінді келін демеңдер, еңкейіп түскен жеріне судай шығып тастай батпаса. Мұсылманның келіні дәретсіз жерді баспаса. Тілегім қабыл болынып, насихатымды айтқан жаттаса. Орынсыз жерге өкпелеп, бұл үйге кіре тақпаса. Ал әлеумет құтыр қаумалап, мен сөйлейін сауғалап. Таусылмайтын бұлақпын, тартада бересең қауғалап. Сатып алған сөз емес, бұл шығарып саудалап. Ал бұлсыз да олған өлердің соңына еріп көп көрдім. Ал көргенім жалғыз сен емес, ашпадың бетін нелердің. Тағзым қылып атаға, құрмет қылып енеге, әл иіліп сәлем кетпек бар. Алды менен келін жан той жасап жатқан әулеттің. Әл бабаларына сәлем ет, сәлемің дау келін әдем ет. Әдем ет. Адам шара қыла алмайды, өткенді еске алмай тұра алмайды. Артында қалған сенің ұрпақтарың мәңгілік естерінен шығармайды. Ал баянсыз мынау сұмсалған сенен де тірі кім қалған. Ал жатқан шығар бір аунап екеу болды деп бір балам. Алды менен келін жан Аймағамбеттей үлкен атаңыз. Қабыл болсын көпшілік бүгін балдарына берген батаңыз.
сатулы болып жүрмесін. Мына жастарға берген батаңыз сол кісіден тараған, айнымай дәулет қараған, арманы болмайды жігіттің осындай болса әр адам. Ей бере керек келейін, ал атаңыздың атасы Жалмағамбет деген атаң тағы бар. Өл қайсы бірін айтайын, жалғастырсам осылай. Не жақсылар келіп тұр қазір менің ойыма, еске де алып кетейін. Ізіз басардың ай тойында, ей бері жағында тағы бар. Ақ сүтін беріп өсірген, қателік қылсақ кешірген. Ақ жаулықты кешегі марқұм анау Айбарша дейтін анамыз. Алды менен келінжан той жасап жатқан әулеттің, осы бабаларына сәлемет, сәлеміңдау келін. Жұптан жалғастырсам әрмен қарай шертер мені, жақсылар аз емес қой бұл жердегі. Әнекей сәлеміңді күтіп отыр ардақты осы ауылдың үлкендері, көбеді көргендері, білгендері. Құтты боп тойға келген ақ қадамы, осындай шаттық болсын жүрген жері. Енді келді кезегің мінекей, қайдасың осы әулеттің үлкендері. Әкімбай атаң бастаған, Кенжебай атаң қостаған, аталарыңда көп сенің, қайсы бірін айтайын. Үш ағайынды атаңыз тумаластары мінекей, көбен дейтін атаңыз қолын жайып бат етсе бізге де тиер батаңыз. Аталарың баршылық, Қонысбай атаң тағы бар, ізгілікке бет бұрған. Келін алды деп ана Қожа Ахмет ағамыз осы тойға арнайы алыстан анау кеп тұрған. Алдыменен келінжан алыстан келген қонақтары, оларға да сәлемет. Қыздар да бар ішінде, Сәулемен Ұлжан бастаған. Апаларыңа сәлемет, сәлеміңді гүлім әдемет. Атаңда сенің асыл жан халқыңдан асырған, үй болды деп мына ізбасар осы тойда шашылған. Өз әкеңнен кем көрме, алғысын алсаң көктейсің, жолықпайсың қиынға. Ат-енеңді сыйлай бер, бір құдайға сыйында. Өз атаңыз келінжан, анау Қожа Ахмет деген атаңыз қабыл болсын, көпшілік балдарына берген батаңыз. Қожекең қайда қанекей, атаңызға сәлемет, сәлеміңді әдемет. Бұл бір емес бұрыннан келген. Мына апа не істеп отырсыз? Апа шашуға байласын, микрофон түсіп кетті бұл. Мен микрофоныма тиіспе. Басқа біреудің атын айтып қоярым ғой. Бұл бір емес бұрыннан үйіне кісі келгенде қалған жоқ ешбір тарылып, қуанып жүр әнекей. Мен дегене болдым деп жүрегі бүгін жарылып. Алты арыс қосай ішінде, ана алты қосайдың үлкені, Төртбай болдың да үлкені. Ешембеттің қыз анау Роза деген енеңіз, енең дау жаман демеңіз. Тату болсаң Розамен көкке жетеді төбеңіз. Енеңізге келін сәлемет, сәлеміңдау әдемет. Енесі қайда бұның? Қаяқта шашып атым? Дастарханын шашып берді ма? Енең сондай шостырый, асыққаны соншалық. Сені күтті неше жылдан бері қарай. Сондықтан міне енеңі шашып берді, сұрышын шыдамай. Ана енеңе келін тағы да еліп мынау сәлемет, сәлеміңдау әдемет. Қайната мен қайнене, қайнағаң мен қайның бар. Ортасында солардың қандай да сенің қайғың бар. Қазір айтсам жалпыға, анау тұрған қайнаға деген қаяға. Келін бүгін келген соң мерекелі той жасап, асықта жүрген пайдаға, артынан ерген інеге тілекші ғой қайда да. Күйеуіңнің үлкен лабақтары, барлығы саған қайнаға. Қайнағаларыңа сәлемет, сәлеміңдау келін әдемет.
Al келіншек танысың қасындағы кісілер абысын деген қайгісің жыр-жырлатқан ақынға осындай топқа келгенде іркілме таңдай тақылда сенің келетініңді естіп қуанып жүрек жеңгелер звоням өсеттеп жақында абысынасын шешейлер осы тұрған жеңгейлер әжелерің тағы бар құрметтеріне сәлем ет сәлеміңді келін әдемет осы өлеңнің арқасы келелдім талай батаға екеу болып жатса інісі апалар тыныш жата ма тағы бір иіліп сәлем ет жезделермен бір топ қайнапаға келесі сәлем келінжан жанашыр жұрттың біреуі нағашы жұртың осында анау үш жұртыңның ұлысы әңгімемнің дұрысы өкпелейтін түрі бар айтпай кетсем шамасы айтпай нағып кетейін ал енді келді кезегің жас кәрім мынау нағашы оны атаңның нағашылары күліктері бастаған Алматы менен Астанаң Қызылорда Арал тағы бар Байқоңырдан тағы бар Ақтөбеден мінекей Мойнақ менен Үссайдан Алматтан келген Жәмил апаң бастаған ат айту қымбатта отырады апа. Жата берсін. Жәмил апаң бастаған қыздарға бір топ келін сәлем ет, сәлеміңді ау келін әдемі ет. Қай жерге келіп едің құдайым? Не айтып отырмын, ұмытып қалдым. Мен алып алайын, қайда барар дейсің. Бәрін білдірген Жәмиламын Алматтан келген. Ақша шашып еді, айтып атқанымды ұмытып қалдым құдай. Дүние деген жауап. Мына апам да қоймаймын жағына микрофонға түйсік қайтаған. Апа, не бар менің аяғым астында, бұтым арасында нең бар апа, арылып сақсыз. Қайдаған, еске түсіп. Мен айналып көп бұтым астында шықпай, шашу жинап жүрген. Ай, не айтып атыр екен, қай жеріне келдік? Әл жолға шықса екі адам қосай болсын деуші біреуі алты қосай ішінде Есенбет деген ауылы тарқамаған сауыға ал бұларды кім деп сұрасаң құдай қосқан қосағың ізбасардың нағашыларының ауылы қайдасындар Есенбеттер ал мына нағашыларға сәлемет сәлеміңді ау келін әдемет әркімнің де орны бар көз жіберсем күніге тағы бір иіліп сәлемет жиендерменен бөлігі көршілерменен күлімге ауылдастар тағы бар Қожақмет келін алды деп қаумалап келген бұл тойға заманы бір сырластар осында бар құрдастар сіздерге сенім болмаса Қожақмет ағамыз кімге сеніп тойбастар енді келді кезегің құрметті құрдастар жетпіске келіп мінекей кенен атаң сияқты келін алғанда қуанып той тойлады құрдастар оларға да сәлемет сәлемімді әдемі басында тұрады тілектің осы қатеспе Жәмила бәрін білдірген Жәмила ондайынды қойды біреуінен құтсам екіншісіне сол ғой беріп атыр Аллаға шүкір құдайым мен өлінгенім жоқ жүгіріп жинай алмай жатқандар бар отырып шашу жинап отырмын басында тұрады апа сенен қорқам әрлеу тұршы қасыма келе бермейсі апа мына кісінің құрдастары бар ма алып кетіңдерші айналсақтан менің қасымнан шықпайды ал басында тұрады тілектің басында тұрады туғаның жасыратын несі бар әу басында сынадың одан кейін ұнадың қуансаң бірге қуандың сондықтан мен де кезекті ал құдаларға бұрамын қыз алып қыз беріскен қуанышты бөліскен мына құда жекжаттар тағы бар ал осы әулеттің мына құдағайларына сәлемет сәлеміңді ау келін әдемет жақсы болса көрсіңіз жарайды екен сыбайға қалай болдың деп
көршіңмен сұрайды дейді ертең Құдайда. Ал сондықтан келін айтарым, көршілермен де тату бол. Ал оларға да сәлемет, сәлеміңді келін әдемет. Мынау талшыбықтай бұралған, тайқұнандай ойнаған, ат қоят деп жас жеңгем, барлығы бірдей қуанған, гүлдейді қайны сіңілдер, өзіңде менен бір жүрер, бір ренжіп бір күлер остырған бекештер, ендігі жерде келінжан сырластарында сол қайын сіңілдер. Қыздар міне тағы бар, оларға да сәлемет, сәлеміңдау келін әдемет. Қайдасыңыз қанеки, келіншектің қайнысы, көрейінші түрлерін, қайнысы деген қайғысы, үйленгесін ізбасар, азайды көбісінің қайғысы, қайныларың қорғаның, қайында толды орманың, сен де абысын боларысың, ойнастырсаң сол жағын. Мына қайныларға да сәлемет, сәлеміңдау гүлім әдемет. Bir Allah бақыт берсін бастарыңа, жас берсін ұзақ қылып жастарыңа. Қаумалап ел халқың келіп жатыр, ізбасар мен бүгін бас қосқаныңа. Бізді айтпай кетті деп көңіл ренжіп қалмасын, ендігі сәлем келінжан, бір сәлем ана ізбасардың да достарына. Осы екі қыз бар еді, атың мен Әйгерім мен Айдана ма? Әйгерім мен Айдана төркініне қашанда қыз деген тілекші ғой, қайдада. Әйгерім мен Айдана шашу мін жақта. Оларға да сәлемет, сәлеміңдау келін әдемет. Апаларың мінекей тілекші ғой, қыз деген ізгілік жолдың іздеген. Бір бүгіліп бір тұрып келіншектен жалықта, жалықса да қадилеп жеңіліпкен шығар қалықта. Ал келіншек шаршама, енді айтайын өзіңе, қосқаныңмен қосағар, қажығында қартайып осы әулетті көбейтіп, ұрпағыңмен мың жаса. Ерінбесең егерде тағы бір иіліп сәлеммен осында тұрған баршаға. Роза жегеше қайдасын? Айтатындай әлің ай сөзім көп, ықыласта қойып ай тыңдасаң, ақ келін саған айтарым, қазығыңда қартайып, ұрпағыңмен мың жаса. Делебем қозадай менің де, қиқулап халқым шуласа, шабыт келмей қалады екен кей кездегі, көпшілік бір қошаме тұрмаса. Шабалақ шаттандырдау лезде мені, ақынғай осы екен ғой ең керегі. Құдайым көп қадамы құтты болып, шілдеханаға келейікші келер жылау. Оңға солға біресе артына жалтақ-жалтақ қараған. Ал қапталында тұрып ап, сабауды ана ұстаған, сабау ұстайым деп бұл тойда кіл шашудан құр қалған. Иілсең бірге иілген, бүгілсең бірге бүгілген. Еңбегі бар сабау ұстаған жиынның құрметіне сәлемет, сәлеміңдау келін әдемет. Жашлықтан келген жиендерді айттым ба? Ал қасиетті келі, келесі сәлем келінжан жашлықтан келген жиендерге тиеді. Ал оларға келін арнайы екі рет иіліп сәлемет, екеуінде әдемет. Бетіңдау келін ашқаным, жаңа бір жұртқа қосқаным, ұмытпайын өзімді, қамында ойлап басқаның, көп алдында асқақтап, не бірде жүрсің сөйлеген сайын терлеген, солардың бір ұсқыны, кіші жүз әлім шекті де, жол шараның зорғасы, бақтыбай жүрсің біз деген, ырза бол осы айтқанға, айтпаймын бірақ мен деген, құрметіңді білейін. Алдыңда отырып бет ашқан, кейде сөзден шатасқан, бет ашардың жыршысы маған да берші. Бір сәлем.
Берейін деп отырмын екен деп. Эксперимент тұрғаны алып алайын сосын. Рахмет. Ал енді. Үйдің иесі қайда жаңа? Қошеке. Менің қолым бұтты болсын. Бөлемнің тойында бет ашайын деп. Енді батаны Әкімбай ағаға ұйғардық деді ғой. Солай ма? Әкімбай аға. Кел аға. Кенжебай аға. Мына бас киім бар екен, құдай тоңып отыр. Мәсе мана басым жыл сияқты. Отыра өзім ұстап қой. Өзім қызмет жасаймын. Ал міне тойға келген тойшыға мына бетінің келіні аштық. Мына өткен жаңа жыл кіріп келді мінекей. Жаңа жыл құтты болсын бәріңе де. Осы жаңа жылда осындай той келін алған қыз жатқан той көп болсын. Бәріңе де құтты жыл болсын. Міне жылдың басында пісімілеме міне ауылымызға келін келіп жатыр. Келінің қадамы құтты болсын. Осы келінге енді бетін ашқасын мына жас үлкен деп бата берді жатыр. Тілегіміз қабыл болғай, батамыз қабыл болсын. Мына келімізге бісміллә. Келімізге сезімнің пәктігін, көңілдің ақтығын берсін Құдайым. Отбасыларында сәбидің шаттық үні кетпесін отбасынан. Ата-енеге жағымды болсын. Қайнаға қайнысына қайырымды болсын Құдайым. Ауылына айбарлы болсын. Мына баламызға жайдарлы болсын. Осындай мына алдындағы келіндерге ұсап жақсылап осы инабатты, иманды келін болсын. Аллаху акбар. Кенжебайға берем. Бата екеу болады. Тағы бір ақсақал бар. Келін, асықпа. Мыналар әлі шулап жатыр ма? Матаны тұра тұрсаңшы. Тұра тұр. Балдарға бата керек деп еді. Мыналарға мата керек. Әкімбайға шапаныңыз құтты болсын. Кенжебайға екінші батаны сіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Жаратқан ибалла. Міне бүгін Қожа Ахметтің біздің үйінде Ақтүйенің қарны жарып үлкен той болып жатыр. Той қыласа берсін. Міне қосылған 2 жас бақытты болсын. Несібелі дәулетті болсын. Ата-енеге мейірманды болсын. Алла ағайын жекжатқа мейірманды болсын. Жаратқан иманы жар болсын. Мен бір бата берейін, бергенде бата не дейін. Әуелі Құдай оңдасын. Малың менен басыңа еш жамандық болмасын. Жаратқан Алла жар болып пендеге күнің салмасын. Жаратушы құдірет жарылқаудың қамын ет. Қосылған мына 2 жасты бақытты дәулет несібел ет. Қайып ерен қыршылтен назарыңды салып өт. Тар жол тайғақ кесуде жәрдемдесіп алып өт. Қайып ерен қыршылтен назарыңды сала өт. Бақыт дәулет несібе Алладан берсін берекет. Аллаху акбар. Тойың құтты болсын Алла. Кенжебайғам шапаны қайда? Әкел. Баталарың қабыл болсын ақсақалдар. Қатарларың серемесін, шапандарың құтты болсын. Ақсақалдардың батасы қабыл болсын. Менің қолым құтты болсын. Тамын ауыл келін құтты болсын сіздерге. Асаумен барақтай батыры бар. Төлеген Айбергендей ақыны бар. Құдайға шүкір, міне тағы бір шаңыраққа көбейіп жатырмыз. Тойларың той қыласын, табын аулы 5 жасар баласында ақылы бар деп еді. Ал енді келіннің орамалын ауыстыратын, дәстүр тәртіптейтін әжелерге рұқсат, жеңгелеріне, ал қалған қонақтар қазір тәтті шай дайын болғанша әдемілеп 2 бей билейміздің жерден болды. Ордаға танысор дискорлар қайдасындар?
birinchi muhabbat. Sen o'z egizda eding, sezimim sanalar, men sana g'ashib edim. Qabağımı sütü. Қалай сен де не қыла бер? Бүйтіп қана белдеріне істей бер, сен де бүтін емессің Құтты келін болсын осы үйінде. Жалпы бар, Seni sevdim balgı yaşar. Ya basın
Olmasa bile yüksek kelimeler var diye bastı boluna ben garantiye Baldiye, baldiye Yesin baldan sayılmaz baldiye Olmasa bile yüksek kelimeler var diye bastı boluna ben garantiye Baldiye, Şehirimiz Baltıya olmasa bile sıkıldı Partiya baktı bulunan benim garantiya Baltıya, Baltıya Yesin Balkan şehirimiz Baltıya olmasa bile sıkıldı Partiya baktı bulunan benim garantiya Baltıya, Baltıya Махаббат çok 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 deli canım Sen için gibi canla yüreğim Yüreğim çok 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 bol canım Canımda bara vereyim Mахаббат çok 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 deli canım Sen için gibi canla yüreğim Yüreğim çok 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 bol canım Canımda bara vereyim Gözümde kırıp üzünde Şöyle günde çıkmadı Şöyle olur canlarım Yüzüne kaşın şollara Gözümde kırıp üzünde Şöyle günde çıkmadı Şöyle olur canlarım Yüzüne kaşın şollara Mахаббат çok 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 deli canım Sen için gibi canla vereyim Yüreğim çok 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 dolu canım Canımda bara vereyim Mахаббат çok 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 deli canım Sen için gibi canla vereyim Yüreğim çok 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 dolu canım Canımda bara vereyim Mахаббат çok 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 deli canım Sen için gibi canla vereyim Yüreğim çok 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 dolu canım Canımda bara vereyim Mахаббат çok 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 deli canım Sen için gibi canla vereyim Yüreğim çok 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 dolu canım Canımda bara vereyim
О, мына келін ба? Ой, тәтті шай. Қожа Ахмет, арманың жоқ сенің.